Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай мерекелік дастарханға, жаңа жылдық дастарханға арналған өте әдемі, керемет дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге киви қажет болады. Кивиімізді өте жіңішке етіп, алдын ала турап дайындап алатын боламыз. Міне осылай кесіп аламыз. Содан соң тауықтың піскен төс етін өте ұсақ етіп кубиктап турап аламыз. Және де үстіне тұз сеуіп араластырып қойып қоямыз. Және де алдын ала піскен жұмыртқаны үккіштің ұсақ көзімен өткізіп барлығын дайындап алатын боламыз. Бөлек-бөлек ыдысқа салып дайындап алыңыздар, ыңғайлы болу үшін. Енді ірімшігімізді, яғни сырымызды да үккіштің ұсақ көзімен өткізіп, оны да дайындап алатын боламыз. Және де алдын ала піскен сәбізді де ұсақ үккішпен өткізіп алыңыздар. Барлығын дайындап алған соң өздеріңізге ыңғайлы ыдыстарды алып, ортасына кальцоны қойсаңыздар болады. Неме кальцо жоқ болса, мен сияқты стаканды қолдансаңыздар болады. Ең әуелі тауықтың етін дәл осылай жайғастырып аламыз. Қасықтың көмегімен барлығын бір тегіс етіп алыңыздар. Және де үстінен майонез жағамыз. Содан соң жұмыртқамызды орналастырамыз. Жұмыртқадан кейін тұз сепсеңіздер болады. Жұмыртқа сәбізден кейін міндетті түрде. Үстінен майонезімізді жағамыз. Ең бастысы бұл салатта қасықтың көмегімен нығыздап шығыңыздар, сонда өз формасында әдемі ұстайды. Содан соң сәбізімізді орналастырамыз. Сәбізден кейін тағы да майонез жағып, әр қабаттың арасына майонезімізді жағып, дәл осылай қасықтың көмегімен браслет тәрізді етіп шығатын боламыз. Сәбізден соң біз ірімшігімізді, яғни сырымызды орналастырамыз. Тағы да қасықтың көмегімен өте нығыз етіп орналастырыңыздар. Сол кезде салаттарыңыз өте әдемі болып шығады. Ең соңында жаңағы турап алған кивиімізді шет-шетіне қатар етіп орналастырып шығамыз. Және үстіңгі бөлігіне, яғни стаканның жан-жағына да қойып шығасыздар. Міне барлығын дәл осылай әдемі етіп қойып шығамыз. Және де бос жерлеріне консервідегі кукуруз, яғни жүгерімізді орналастырып шығамыз. Жүгеріні қасықтың көмегімен басып орналастырыңыздар, сонда жақсы тұрады, түсіп кетпейді. Міне, енді салатымыз дайын болған соң стақанды өте ақырындап алыңыздар. Міне біздің осымен өте әдемі салатымыз дайын. Сіздердің дастархандарыңыздың көркі болатыны сөзсіз. Жаңа жылдық мерекелерде немесе кез келген қонақ күткенде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген салаттардың, түрлі тағамдардың рецептісі бар, кіріп көріңіздер. Сіздермен болған Ләззат, назарларыңызға үлкен рахмет.